саламатсыздарбы окуучулар? Мен Дүйсенбекова Гаухар Кашанова, Абай атындағы жалпы білім беретін мектебінің математика пәнінің мұғалімі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз функция графигінің асимптоталары. Асимптота грек сөзінен аударғанда сәйкес келмейтін, қабыспайтын, шексіз, қисық сызықтың нүктесі барынша жақындай түсетін түзу. Оқу мақсаты 10.4.1.10 функция графигіне жүргізілген асимптотаның анықтамасын біледі және асимптоталардың теңдеулерін құрады. Анықтама алдарыңызда тұр. Асимптота үшке бөлінеді: вертикаль асимптота, горизонталь асимптота және көлбеу. Көлбеу орысша наклонная деп айтылады. Вертикаль асимптота абсцисса осіне өтеді, ордината осіне параллель. Горизонталь асимптота ордината осіне перпендикуляр, абсцисса осына параллель. Ал көлбеу кез келген нүктеден өте алады. Енді әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші вертикаль асимптота. Тапсырма. Функцияның вертикаль асимптотасын табыңыздар. Анықтамаға назар аударайық. Егерде қандай да бір функция берілсе, оның шегі x ұмтылады, қандай да бір санға, оның шегі шексіздікке тең болады. Енді бір мысалды қарастырайық. Берілген функциямыз бөлшек рационал, сондықтан оның бөлімінен аударамыз. Бөлімін жеке жазып алып, оны нөлге теңестіреміз. Сол кезде x тең емес нөлге. Өйткені нөлге бөлуге болмайды. Анықталу облысын тапқанда шегі минус 8-тен 2-ге дейін, 2-ден плюс 6-дің аралығында табылады. Енді анықтамаға қояйық. Лимит функцияның орнына x квадрат плюс 1, x минус 2 бөлінген, x ұмтылады 2 қосу 0. x орнына x қосу 0-ді қойып есептейміз. Сонда жауабы 5 бөлінген плюс 0. Егерде қандай да санды 0-ге бөлетін болсақ, онда шексіздікке тең. Алдыңғы сабақтардан білеміз. Плюс 0-ге бөлгендіктен плюс шексіздік болады. Екінші жағдайда тура сондай, 2 минус 0-ге орнына x орнына қойып есептейміз. Сонда жауабында 5 бөлеміз минус 0-ге. Жауабы минус шексіздік. Екі жағдайда да шексіздікке тең болып тұр. Анықтамаға сәйкес келіп тұр. Сондықтан біздің жауабымыз вертикаль асимптотасы 2-ге тең. X тең 2-ге. Геогебра калькуляторына салып, графигі алдарыңызда тұр. Екінші горизонталь асимптота. Функцияның горизонталь асимптотасын табыңыздар. Анықтамаға назар аударатын болсақ, лимит қандай да функция x шексіздікке ұмтылғанда қандай да бір санға тең. Шешуі. Функциямыздың бірден анықтама қойып шығарамыз. Функцияның орнына біздің берілген функциямызды өрнегімізді қойып, әрқайсысын алымында бөлімінде бір санға бөлуіміз керек. Ол сан, егерде функцияда қандай да ең үлкен дәреже болса, x-тің сол дәрежеге бөлуіміз керек. Орнына қойып есептей келе, бізде x квадраттар қысқарады да, 2 плюс лимит x ұмтылады плюс шексіздікке, 2 қосу 5 бөлінген x квадрат, бөлінген 3 минус 1 бөлінген x квадрат. Тағы да назар аударсаңыздар, егер санды x-ке бөлсеңіздер, ол 0-ге тең. Сонда жауабы 3-тен 2-ге. Екі жағдайда да солай есептелінеді, екі жағдайда да 3-тен 2-ге тең. Сонда біздің горизонталь асимптотамыз y-тен 3-тен 2-ге. Геогебра калькуляторына салып, графигіміз көрсетіліп тұр. Енді осы тақырыбымыз бойынша тапсырманы орындайық. Сәйкестендіру. Анықтамаларды жақсылап оқып, мұқият белгілеп шығыңыздар.
Енді жауабын тексерейік. Келесі үшінші асимптотамыз ол көлбеу. Көлбеуді үшінші тапсырма берілген функцияның графигінің асимптоталардың формуласын жазу. Бізге қандай да бір график беріп тұр, сол асимптотаның теңдеуін жазуымыз керек. Шешу, y тең kx плюс b осы формуланы қолдана отырып k мен b-ні табамыз. График ординатадан бірден өтіп тұр. Енді асимптотаның қай нүктеден өтіп тұрғанын анықтайық. Бізде 1-2 нүктесінен өтіп тұр. Осы нүкте арқылы асимптотаның қай түріне жататынын анықтауға болады. Бірінші, егер x тең 0-ге 0 болса, y тең 1-ге сызбадан көрініп тұрғандай формулаға қоямыз. Сонда y-дің орнына 1 қойсақ, kx плюс b, b тең 1-ге. Енді k-ны табуымыз керек. Y тең kx плюс b, y-дің орнына 2 қоямыз, k көбейту 1 қосу 1. Осы жерде k тең 1-ге. Сонымен біздің асимптотамыз формуласы y тең k плюс 1. Енді осы асимптотаны географикалық калькуляторға салып, көруімізге болады. Қорытындылай келе ұлттық құндылыққа тоқталайық. Асимптота деп термині шексіз алыстатылған қисық сызықтың нүктесі барынша жақында түсетін түзу. Бізде қазақта сөз бар, фразеологизмдер нақты айтпаса да жобасын айтылады. Енді соған назар аудар. Айды аспанға шығарды. Ақысын жеу, ат ізін суытпау. Мына осындай сөздер нақты айтпаса да келтіріп айтылған сөздер деп түсінеміз. Рефлексия.